Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүтсіз жасалатын, жұмсақ, дәмді әрі воздушный болып пісетін бауырсақты бірге жасаймыз. Бісміллә деп бастаймыз. Маған бүгін бауырсақты көбірек пісіру керек болғандықтан 1 килограмм ұн алдым. Оған 2 шай қасық қант, 3 шай қасық тұз, 2,5 шай қасық дрожжи және 2 ас қасық майонез қосып, барлығын қолмен араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға суық су мен ыстық суды араластырып, жылыдан ыстықта қылдырып суымызды дайындап аламыз. Бір жағынан бастап құйып, араластырып қамырымызды илейміз. Суымызды жеткілікті түрде құйып араластыруымыз керек. Сол кезде қамырымыз жақсы көтеріледі және пісіргенде жұмсақ болып піседі. Қолымызға жабысып жатса ұн қосып илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, сыртынан тағы плитпен орап, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. 1,5 сағаттан кейін көтерілген қамырымызды қолымызды майлап, тағы бір рет басып аламыз. Орап қойып, жарты сағатқа қалдырамыз. Көтеріліп, дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп алып, біреуін табақтың ішінде қалдырып бетін жауып қойып, екіншісімен бауырсақ істеуді бастаймыз. Оқтауға жабысып қалмау үшін мен ұн сеуіп жаямын. Қатты жіңішке қылмай және қатты жуан қылмай жайып аламыз. Жуандығы примерно 5-10 мм аралығында болуы керек. Жайып дайындап алған қамырымызды өзіңізге ыңғайлы формадағы стаканмен кесіп алып, оны дайын тұрған орамалдың үстіне қойып шығамыз. Қалған қамырымызды бір-біріне қосып, табақтың ішіне салып қоямыз. Оның ішіндегі екінші қамырымызды алып, дәл осылай қайталап жасай береміз. Орамалда 10-15 минут тұрған бауырсақтарымызды қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Майымыз қатты қызып кетпеу керек, себебі бауырсағымыздың асты мен үсті пісіп, ортасы піспей қалады. Піскен бауырсақтардың майы тартылу үшін тарелканың үстіндегі салфеткаға, сосын орамалдың үстіне жайып қоямын. Бауырсақ ойдағыдай шықты деп ойлаймын, ас болсын. Маған сеніп келгеніңізге рахмет.